Сәлем достар, n-ші дәрежелі түбір және оның қасиетін жалғастырамыз. Өткен сабақта біз қарапайым есептермен танысқан болатынбыз. Бүгін күрделі есептерді талқылайтын боламыз. Алғашқы есебіміз экранда көріп тұрғандарыңыздай куб түбірасында 8 плюс түбірасында 37 көбейту куб түбірасында 8 минус түбірасында 37. Екеуінің радикалы бірдей, екеуі де үшінші дәрежелі түбір болғандықтан, бұл екеуін бір түбірдің астына алып жазуға болады. Яғни 8 плюс түбір астында 37 жақша аламыз. Арасында көбейту амалы тұр, сондықтан бір түбірдің астына алуға болады. 8 минус түбір астында 37. Егерде мына жерде көбейтудің орнында плюс, минус тұрса, онда бір түбірдің астына алып жазуға болмайды. Тек қана көбейту немесе бөлу тұрса ғана бұл қасиет орындалады. Яғни бір түбірдің астына алып жазуға болады. Ары қарай түбірдің асты қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. Қай формулаға келіп тұр деп ойлайсыздар? Бұл бізде а плюс б көбейту а минус б. Қысқаша көбейту формуласы а квадрат минус б квадрат тең болады. Дәл осы формуланы қолданамыз. Куб түбір астында 8-дің квадраты минус түбір астында 37-нің квадраты деп. Куб түбір астында 8-дің квадраты 64, азайту, мына жерде квадрат түбірмен квадрат қысқарып, тек 37-нің өзі ғана қалады. Куб түбір астында 64-тен 37-ні азайтсақ 27, куб түбір астында 27-ден 3 шығады. Жауап. Екінші тапсырма. Мына жерде көрдіңіздер ме, минус тұр. Демек, бұл екеуін бір түбірдің астына алуға болмайды. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде мына жақшаның сыртында квадрат, сол квадрат бойынша жақшаны ашып шығамыз. Оқушылардың ең көп жіберетін қателігі жақшаны ашқан кезде олар былай жазады. Түбір астында 6 минус түбір астында 11-дің квадраты дейді. Минус түбір астында 6 плюс түбір астында 11-дің квадраты деп аша салады. Бұл өте грубый ошибка. Бұл қысқаша көбейту формуласы. Қысқаша көбейту формуласын қолдану арқылы ғана біз жақшаны аша аламыз. Яғни а минус б-нің квадраты формуласын қолданамыз. Бұл жерде а квадрат минус 2аб плюс б квадрат. А дегеніміз түбір астында 6 минус түбір астында 11. Осы бізде а болады. Осының квадраты а квадрат минус 2аб, яғни түбір астында 6 минус түбір астында 11 көбейтеміз. Түбір астында 6 плюс түбір астында 11 плюс б квадрат, яғни түбір астында 6 плюс түбір астында 11-дің квадраты. Так, жақшаны аштық. Бұның барлығын мен бір үлкен жақшаның ішіне жазып қойын. Өйткені мына жақта көбейту деп жалғас тұр. Көбейту 3-тен 2-нің минус 1 дәрежесі. Мына минустан құтылу үшін, дәрежедегі минустан құтылу үшін біз бөлшекті аударып жазуымыз керек. Яғни 3-тен 2-ге кері санды жазуымыз керек. 2-ден 3 болады. Қашандаймыз? Мына квадратпен түбір қысқарады. 6, жақша алып қойық, 6 минус түбір астында 11 минус 2, мына екеуін бір түбірдің астына кіргізіп жазуға болады. 2 түбір астында, сонда 6 минус түбір астында 11-ді көбейтеміз 6 плюс түбір астында 11. А минус б, а плюс б. Бірінші есеп сияқты қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Сонда 6-ның квадраты минус түбір астында 11-дің квадратына тең болады.
плюс 6 плюс түп астында 11. Соны көбейтуіміз керек. 2-ден 3-ке тең. Минус түп астында 11 мен плюс түп астында 11 қысқарады. Мына 6-ға 6-ны қосып жіберейік. Ол бізде 12-ке тең болады. 12 минус 2 түп астында 6-ның квадраты 36 минус түп астында 11-дің квадраты 11. Көбейтеміз 2-ден 3-ке. Ары қарай 12 минус мынау 25-ке тең. 25-тен түбірден шығаратын болсақ 5 болады. 5-ті 2-ке көбейтеміз. 5-ті 2-ке көбейтсек 10. Көбейту 2-ден 3 тең. 12-ден 10-ды азайтамыз 2. Оны 2-ден 3-ке көбейтсек жауабы 3 болады екен. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырма. Куб түбір астында 16 плюс 8 түбір астында 5 минус куб түбір астында 16 минус 8 түбір астында 5. Бір түбірдің астына алып жазуға болмайды, өйткені ортада мына минус таңбасы тұр. Көбейту бөлу болса ғана алуға болады. Не істейміз? 16 плюс 8 түбір астында 5. Бұл куб түбір астында. Осыны бірінші жеке қарастыра алайықшы. Бұны не істеуге болады? Бұл жерде, құрметті оқушылар, куб түбір астында 1 плюс түбір астында 5-тің кубы. Яғни, түбір астындағы өрнек мынаған тең деп алуға болады. Біз оны қайдан білеміз? 1 плюс түбір астында 5-ті кубтайық. А плюс Б-ның кубы бойынша ашып шығайық. Формула бойынша 1-дің кубы плюс 3а квадрат Б плюс 3аб квадрат плюс Б куб. Сонымен ол 1 плюс 3 түбір астында 5 плюс түбір астында 5-тің квадраты 5-ке тең болады. 15-ке тең 3-ке көбейтсек плюс 5 түбір астында 5-ке тең болады. Бұны ықшамдайтын болсақ, 1 бен 15-тің қосындысы 16, 3 түбір астында 5 пен 5 түбір астында 5-ның қосындысы 8 түбір астында 5-ке тең. Демек, бізде бұл бастапқыдағы мына берілген өрнекке тең болып тұр. Сондықтан біз 1 плюс түбір астында 5-ның кубына тең болады деп айта аламыз. Демек, орнына апарып жазайық. Куб түбір астында 16 плюс 8 түбір астында 5-тің орнына 1 плюс түбір астында 5-тің кубы деп жазуымызға болады. Минус куб түбір астында 1 минус түбір астында 5-тің кубына тең болады бұл. Кубтарды қысқартатын болсақ, 1 плюс түбір астында 5 минус 1. Так, мына жердегі минус, мына минус пен плюсті береді. Түбір астында 5-ке тең болады. Тең. 1 мен 1 қысқарып, сонда жауабы 2 түбір астында 5-ке тең болады екен. Так, құрметті оқушылар, енді мына тапсырмалар осыған ұқсайды. 3 есеп, соларды шығарып көресіздер. 3 тапсырма сіздерге үй жұмысы. Бірінші есеп, екінші және үшінші есеп.